29-шы сөз. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүрген құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпен тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып көзін сатып біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен іздемек. Ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса, қар жанаты. Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпенен өмір өткізгенше, не жерден сұрау керек, не ақан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат? 100 күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып шөмеңдеп бір күн болған. Буралық неге жарайды? Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан тәтті. Алтынды үйден жан тәтті дейді. Атанасынан тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар. Бұлардың бәрінен де қымбат атанасын сатпақ. Ең арсыздың ісі емес пе? Атана шамас келсе, михнаттанып жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атананы сатқан соң, Құдайға дұшпандығы іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.